Сәлеметсіздер, қадірменді көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Nokia 2D1. Оның моделі TA1080, жаңылыспасақ. Келген мәселесі Nokia телефоны Google аккаунт болатына құлтанған. Және жаңылыспасақ, бұл телефонда қазіргі Android версиясы 9-шы Android версиясы тұр. Бәлкім жаңылысымыз да мүмкін. Телефонын енді бұғаттан шығарып болған соң версия Android'ын көретін боламыз. Сонымен егер сіз телефонға жазған аккаунтты ұмытып қалған болсаңыз, онда үй жағдайында бұл бұғатты өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Кешіріңіздер, клиенттер шалықтық қалды. Енді бұл бұғатты ашу үшін бізге керек болатын мынандай Wi-Fi желісіне сіздер қосылған болуларыңыз керек болады. Одан кейін осы подтвержденный аккаунт деген бөліктің өзінде де клавиатураны былай шығарсақ болады, жазу жазатын. Немесе сіздер Wi-Fi желісіне болсаңыздар, жерде просмотреть все деген таңдап, добавить сеть деген басасыздар да. Және жерден кез келген жазу шығатын болса болды, яғни клавиатура шықса болды. Ештеңе жазудың қажеті жоқ. Бізге мына жерде жер шары бар. Қарасаңыздар, глобустың белгісі. Осыны үстіне басып тұрасыздар. Одан кейін языковые настройки деген таңдайсыздар. Одан кейін бұл жерде добавить клавиатура деген бөлік болады, көкпен жазылған. Осыны таңдап, мына жерде кез келген тілдер, бірақ кез келген болғанда мына оң жағында мынандай бір стрелканың белгісі болу керек. Азербайджанский, аймара, албанский деген сияқты қараңыздар. Осындай тілдер, багри деген сияқты. Осы тілдердің кез келген таңдайсыздар. Одан кейін жоғары оң жақта 3 нүктеден басып, справку отзыв деген таңдаймыз. Және мына жерде помощьтың жанында мына жерде 3 не болушы еді. Қазір онда біз былай жасаймыз. Азербайджанский, осыны таңдасақ, жоғары оң жақта 3 нүкте, справка отзыв. Ол функция switch access деген таңдаймыз. Одан кейін помощьтың жанында поделиться дегеннің белгісі шығады. Осыған басамыз да. Бұл жерден Gmail деген таңдайсыздар сіздер. Gmailға басамыз. Мына жерде пропустить. Және добавить адрес электронной почты деген таңдайсыздар. Мына жерде добавить адрес электронной почты деген таңдаймыз. Және бұл жерден Exchanges и Office 365 деген таңдаймыз. Және бұл жерге кез келген бір символдар жазасыздар. Арасынан правил болмау керек. Собачка, нүкте, кез келген символ. Нүкте, кез келген символ. Жаңылысып кетіп кешірім сұраймыз. Собачкадан кейін нүкте қоймаймыз. Одан кейін сандар жазған соң, нүкте қойып, кез келген бір символдар жазған соң, след деген шығады. Одан кейін парольға да кез келген символдар жаза бересіздер. Одан кейін след. Настройка сервера входящих сообщений деген жерде, бұл жерде бізде сертификат клиента деген болады. Нет деп тұрады, жерде выбрать дегенді басамыз. Және внимание, ол бізде ескертеді. Чтобы использовать хранилище учетных данных, необходимо сначала настроить блокировку экрана на устройство. Яғни телефонның бетіне пин-код қоюыңыз керек дейді. Біз настроить блокировку деген таңдаймыз. Және бұл жерден пароль деген таңдаймыз. Пин-кодты қоямыз. Задат пин-код, да. Кез келген 4 саннан тұратын бір пин-код қоясыздар. Біздің жағдайымызда 2552, далее 2552, подтвердить. Сертификат не найден дейді. Бұл жерде отменаны басамыз да, артқа қайтамыз. Барлығынан артқа қайтып шығамыз. Артқа бір рет қайтамыз да. Wi-Fi-дан артқа қайтып, начнем деген қайтадан басамыз. Енді ол қазір бізден Wi-Fi-дан автоматты түрде өтіп кетеді. Және мына жерде не копировать деген таңдаймыз. Кішкене күтеміз. Және мына жерде қарасаңыздар подтвержденный пин-код және использовать аккаунт Google деп сұрап тұр. Бұл жерде біз жаңа ғана жазған пин-кодты жазамыз. 2552. Стрелкаға басамыз. Және мына жерде қарасаңыздар пропустить деген батырма шығады, яғни аккаунт жазған жоқпыз. Мына жерде пропустить дегенді басамыз. Пропустить.
Және 5 минутқа жетпей телефонды біз Google аккаунт бұғатынан шығардық. Бұл Nokia телефон. Еще төменге түсеміз. Принять. Яғни бүкілімен келісеміз, келісімдермен. Все положение ниже ол қазір бізге керек емес. Окей, бұл жерде төменге түсіп. Ішіне ешқандай аккаунт жазудың қажет жоқ. Ешқандай мінекей. Вы почти готовы начать. Начнем. Және телефон толықтай ашылды бізде. Енді біз телефон настройкасына кіреміз. Жоғарыдан түсірсек шығады ма екен? Жоғарыға көтереміз бұлай. Настройки. Ең төменде түсеміз. Система. О телефоне. TA1080. Және бұл жерде Android версиясы 9 екен. Кешіресіздер, клиентті шағылтып қалды. Мінекей Android версиясы 9. Версия безопасность деген қай жер деген бұл жерде. Жарайдан бұл жерде таба алмадық. Енді біз телефонның настройкасының ішінен защиты местоположения деген құлыптың белгісіне басасыздар. Одан кейін блокировка экраны деген болады. Пин-код осының үстіне басамыз. Пин-кодты тереміз 2552 стрелка. Және мына жерде провести по экрану деген таңдап қоясыздар. Да отключить деген таңдаймыз. Барлығынан шығамыз да телефонды бір рет өшіріп қосамыз. Мінекей құлтап. Және телефон толықтай бізде ашылып тұрады. Осылай телефондарыңызды Google аккаунт бұғатынан шығарсаңыздар болады. Сонымен достар, сіздерге біздің видеомыз пайдалы болған болса, қызықты болған болса, біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліңіз. Сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.